Тағы да сәлем баршаға. Сендермен бірге ілім-қаз білім беру орталығы және мен әдебиет пәнінің мұғалімі Нұрмұхамед ағай. Қазір баршамыз көріп отырғанымыздай тест-центрдің ақылы нұсқасының кезекті нұсқасын талдап шығатын боламыз. Өте мұқият тыңдаймыз. Мен жылдам талдайтын болам. Және егер мен жылдам айтып өткен жерлерде бірнеше рет қайталап көріп немесе сәл жайырақ қойып тыңдасақ болады. Жарай ма? Себебі бізде 40 сұрақ бар және берілген уақыт саны сендерге тиімді болу үшін жылдам, яғни ешқандай артық уақыт жоғалтпай сұрақтарды қалай талдау керек екенін, қалай табу керек екенін, қандай нәрселерді білу керек екенін көрсету үшін бүгінгі нұсқа талдау жасалып отыр. Жақсы, Қорқыттың нақыл сөзі деген ең бірінші сұрақ тұр. Бізде 8-ші сыныпта бай бөрі баласы Бамсыбайрақ Қорқыт деген тақырып бар. Сол жерде бай бөрі баласы Бамсыбайрақ тақырыбынан кейін Қорқыттың нақыл сөздері берілген. Әртүрлі баспада әртүрлі. Бір баспада көбірек, бір баспада азырақ. Сол нұсқа жалпы Қорқыттың нақыл сөздерінің ішін қарайтын болсақ, мына жерде атана жайлы, анадан өнеге көрмеген қыз жаман, атадан өнеге алмаған ұл жаман деген нақыл сөз бар. Атадаңқымен ұл өтер, анадаңқымен қыз өтер емес, ананың ізін қыз басар, атаның ұлын із басар емес, атасыз ұл ақылға жармас, анасыз қыз жасауға жармас деген емес. Сонда оқушылар біз ұбт-ға Қорқыттың нақыл сөздерін жаттап баруымыз керек. Негізі солай. Себебі 22-ші жылда, 23-ші жылда, 24-ші жылда Қорқыттың нақыл сөздері осылай келген нұсқалар болған. Жақсы, Керқуатты Кендебай ертегісіндегі ардақтаған анаңды алса төгілмей ме ырысың асқар таудай әкеңді алса көрген құның құрысын деген кейіпкер бізде қозышы бала, қойшы бала, бізде Мергенбай батырдың ұлы, жасы 6-да, биыл 6-ға шықтым деп айтады. Осымен 4-ші жыл елімізге қатарынан жау тиіп, биылғы жыл бүкіл жылқыларды алып кетті. Және әкем алып ұйқылы батыр еді, алыс жорттан келгенде 6 күн қатарынан ұйықтайтын. Сондай жорықта жатқан әкемді олар байлап әкетті. Оған араша түспек болған шешемді несіп кетті, ат артына өңгеріп кетті. Солай мен жетім қалдым. Қазір Тасқара байдың қозысын бағамын дейді. Хан Тасқара бай жылқысына жылайды, мен ата-анама жылаймын деп осы қойшы бала айтатын еді. Ары қарай ханның қызы мүлде басқа кейіпкер, Кендебай батыр басқа кейіпкер. Қыз Жібек жырында Төлегенге жібекті алғаш таныстырған кейіпкер Қаршыға. Төлеген мырза сен дейді, алты шекті ішінде Сырлыбай датқа уәзірі Қаршыға жыршы мен дейді, кереметім көр дейді деп осы жібекті не істейді? Жаңағыдай падишамыздың жалғызы кереметтім көр дейді деп жібекті Төлегенге көрсет. 11 көштен өткізіп, анау жібектің анасынан сұрап, жібекжан қайда кетті дегенде, анасы жібекжан ерте кеткен деп, бетіме тозаң тер деп, жаңа көшпен бірге жүргенде межелі жерге жеткен деп анасы айтып беретін оқиғалардың барлығын біз Қыз Жібек жырында сабағында өткен болатынбыз. Жақсы, Бекежан бізде Төлегенді атып өлтіреді. Сансызбай Төлегеннің інісі, Шеге осы Сансызбайға көмектесетін досы. Еңсеге бойлы ересім, есім сені естірткен, есіл де менің кеңесім, ес білгеннен есім хан толғауындағы көркемдеуіш құрал бәріміз көріп отырғандай астананса е деп келе жатыр. Аллитерация бізде дауыссыз дыбыстардың қайталануы, градация бізде дамыту, қайталау бұл жерде көрінбейді. Жақсы, Доспамбет жыраудың қоғалы көлдер қомсулар толғауынан алынған үзіндідегі қайталау түрі қандай? Торы төбел ат мініп той тойлаған өкінбес, тура жаңағы астанасқа қарама қайшы аллитерация, яғни дауыссыз дыбыстардың бірыңғай қайталануы. Жалпы бұлардың барлығын біз курстың ілім-қаздың бірінші сабағында өтіп қойғанбыз, көркемдеуіш құралдарды. Сол себепті мен қазір әрқайсысына жеке-жеке тоқталмаймын. Мысалға, ассонансты түсіндіріп, аллитерацияны түсіндіріп, уақытты жоғалтпауға тырысамын. Көбірек біздің бұл нұсқа талдау курс оқушыларына арналған. Алайда, егер ілім-қазда оқымаған оқушылар болса да, алдағы уақытта келіп біздің сабақтарға қатысып, бұл сұрақтардың жауабын сабақтардан білуді мен кеңес етер едім. Жақсы, кеттік ары қарай. Махамбет Өтемісұлының мен едім өлеңінің шығарылған уақыты. Хан жанында жүргенде, Исатай қаза тапқаннан кейін, Орынборда оқыған кезінде, көтеріліске дейінгі уақытта деген нұсқалар тұр екен. Нұсқамен жұмыс жасайтын болсақ, мен едім нарында жүргенде, еңіреп жүрген ер едім, Исатайдың барында екі тарлан бөрідім дейді. Яғни Исатайдың барында мен екі тарлан бөрідім ғой, демек қазір Исатай жоқ деген мағынаға келеді. Бұны біз Махамбет сабағында айтып өтетін едік. Сұлтан-Махмұт Торайғыровтың Абай үлгісімен АБ ұйқасында құрылған өлеңі ол шығамын тірі болсам адам болып емес, шәкірт ойы. Шәкірт ойы қалай келеді? Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Абы. Енді қалай келеді ол? Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Осы жерде дәл осы абы ұйқасы келеді. Одан кейінгі тармақтар бізде мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін деп, осы мұздаған елдің жүрегін күн болып жылытамын дейтін тармақтар ұйқасында құрылады.
немесе шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл жиһанда жаман болып. Жатқаным көрде тыныш жақсы емес пе, жүргенше бұл өмірде надан болып деген тармақтар қара өлең ұйқасында құрылған. Шығамын тірі болсам адам болып өлеңі. Ол қара өлең ұйқасы. Ал мен қазақ неге жасаймын деген өлеңдері бізде спецификацияда берілмеген. Жақсы, Қыпшақ Сейітқұл әңгімесінде Сейітқұлдың Қабырға өзенінің бойын таңдау себебі елдің шетте болуы емес, жердің кең болуы емес, қауіпсіз ортада болуы. Біз бұны айтқан болатынбыз. Мына жақта Қоқан мен Бұхардан алыс. Ол неге деп айттық? Себебі Ыбырай Алтынсариннің осы сабағын өткен кезде олар 18 ғасырда, 19 ғасырда өмір сүрді, 1830 жылдары. Ол кезде біздің қазақтың оңтүстігі Хиуа, Қоқан, Бұхар хандықтарынан үлкен зорлық зомбылық көріп отқан кез еді. Олар бізді отарлауға, бізді құл етуге талпынып, әскермен келіп қазақтың оңтүстігін басып алып, ұлы жүзден салық алып отырған уақыт еді. Ал мына жақта қалмақтар да бар ол кезде. Және ол кезде туындыда айтылады өзі. Қыпшақ Сейітқұл туындысында қалмақтардан алыс болғандығы үшін, және Хиуа мен Бұхардан алыс болғандығы үшін, және бір нәрсе бола қалса Қыпшақ деген қалың елге жақын болғандығы үшін таңдады дейді. Яғни бұның қауіпсіз болғандығы үшін таңдағанына дұрыс деп айтылатын ақпараттар. Жақсы. Ахмет Байтұрсынұлы адамдық диқаншысы өлеңінде көлі жоқ, көғалы жоқ, құрға шықтым деп нені меңзеп тұрған анықтаңыз дейді. Дәл осы Ахмет Байтұрсыновты біз Ыбырай Алтынсаринмен бірге өтеміз. Сонда біз айтқанбыз, адамдық диқаншысы туындысында адамдық диқаншысы ол Ахмет Байтұрсынұлының өзі. Және ол не істейді? Диқаншы деген бізде егін егуші ғой. Ол қалай егін егеді? Көлі жоқ, көгалы жоқ, білімі жоқ, халыққа барып білім береді. Мінекей, көлі жоқ, көгалы жоқ дейміз, надан халықты сипаттап отыр деп біз сабақта айтқан болатынбыз, есімізде болса. Ал өнер жоқ ел, табиғаты нашар өңір, құстар жоқ көл деген жауаптар бізде дұрыс болмайды екен. Жүсіпбек Аймауытұлының Ақбілек романынан алынған үзіндіде сипатталған кейіпкер ауылдан бажылдаған, балдырлаған жат үн шықты. Бір тайпа ауыл үш мылтықтың албастысы басып тұншықты. Үрейлі ауылды торып, екі ат жетелеп, ойқастап, құлағын түріп, түсі жаман, ойы қараңғы бір адам жүр. Ауылдан бажыл шыққанда әлгі адам бір тұрып, бір жүріп ауылға таман ұмтылды. Бұл туындының басы романның. Романның басында бізде қандай кейіпкер сипатталатын еді? Мұқаш деген кейіпкер. Бұны да біз Ақбілек сабағында өткенбіз. Ақбілек бізде шатаспасам Ілімқазда 25-ші сабақта өтіледі. 25-ші сабақта біз осы жерде Мұқашты сипаттаймыз. Қандай кейіпкер? Жасым 35-те, әкем тойбазар, өзім Мұқаш болғалы, аузым асқа, ауым атқа жарған емес. Тықыз, андай кіріс, кірпі шаш, қырыс маңдай, бадырақ көз жігітпін деп сипатталады Мұқаштың сипаты. Сонда ол туындының осы басында не істейтін еді? Анау үш ақты ауылға ертіп келіп, Ақбілекті ұстап беріп, Төлегеннен кек алып, кейін соған өкінетін еді. Міне осы Мұқашты біз осылай сипаттаймыз. Ал Төлеген бізде Ақбілектің ағасы, Қарамұрт болса ол офицер, бұл кезде ауылға бізде келмейді, немесе Бекболат ол Ақбілектің айттырылған жігіті, ол да ауылға торып, екі ат жетелеп, құлағын түріп келмейді екен. Жақсы, арғай жалғастырайық. 11-ші сұрақ. Бердібек Соқпақбаевтың Менің атым Қожа хикаятында құпия кеңес кім өткізеді? Қожаның өзі өткізеді. Құпия кеңес деген бөлім болады. Сонда өзі қожа айнаның алдында отырып, бірінші қаулы, біз осыдан бастап тәртіпті үлгілі оқушы болуымыз керек. Ол үшін не істейміз деп өзіне жаза ұйымдастырып, солай құпия кеңесті алып шығатын еді. Бұл да былтырғы жыл нағыз ұбытта келген сұрақ, есімізде болсын. Және осы жерде айтайыншы, мына тақырыптарды өтпеген оқушылар сәл-сәл түсінбей, білмей отырулары мүмкін. Ол оқушыларға мен айтарым, мұқият тыңдап, есте сақтап отырыңдар. Және бұл сұрақтар айналып қайталанып келуі мүмкін. Жай ғана мұқият тыңдап, есте сақтап отырыңдар. Ал енді мүлде Ілімқазда жоқ оқушылар болса, просто Ілімқазға келіңдер, барлығын курспен уақытында өтіп шығамыз, ұбытқа дейін үлгеруге болады. Жақсы. Тахауи Ахтановтың Күй аңызы әңгімесінің негізгі тақырыбы қандай? Өнердің құдіреті. Бұл сабақты біз шатаспасам 29-ші сабақта өтеміз. Күй аңызын өнер құдіреті жайлы айтылады. Естемес деген күйші болады, келіп нарды өзінің күйімен идіреді, бірақ ол идірген кезде жаңыл саумай болады. Оны шал қарап тұрады, мына жақтан енді жаңыл саумай қойғаннан кейін естемес заманым өткен ғой, екен ғой деп аһ ұрып, домбыраны Оразымбетке лақтырып жібергенде Оразымбет ары қарай жалғастырып, ана жаңыл сауып туынды аяқталады. Жалпы ботасы өлген Бозінгеннің аруананың суалып қалған желінің күйдің құдіретімен, өнердің құдіретімен идірген оқиға баяндалатын өнер құдіреті жайлы туынды. Күй аңызы. Тахауи Ахтановтың. Көксеректі ең соңғы рет көрген күні Құрмаштың қой баға шыққан себебі қойшы ауырып қалғандықтан әкесі қой баға жібереді.
Бізде көксерек жоғалып кеткендіктен Құрмаш қой бағуға шықпайды. Әкесі ауырып қалып Құрмаш қой бағуға жалғыз бармайды. Көксеректі кездестірем бе деп қой бағуға келген болатын деген нұсқалар дұрыс емес. Бұл бізде 7-ші сыныптың туындысы, көксерек. Сол кезде айтылады, қойша ауырып қалғандықтан әкесі қой бағуға жіберген еді деген сөйлем бар. Содан кейін барып кім? Біздің Құрмаш шығады қой бағуға. Содан кейін сол күні жаңағы көксерек Құрмашқа жолығып, Құрмаш аттан құлап түсіп, көксерек оны тарпа басталғанда Құрмаш көксеректі өлім алдында сол жақ құлағының тілігінен танып қояды. Бұл да ұбытта сұралады. Құрмаш көксеректі қалай таныды? Сол жақ құлағының тілігінен деген сұрақ болған былтыр. Дұрыс жауабы. Ал бірақ көксеректің тісі тимей жатып, Құрмаштың жүрегі жалып қайтыс болып кетеді. Бірақ көксерек ол өлгеннен кейін де оның сол жақ көзін жұлып кетеді. Жақсы. Бұл жайда ақпараттар өте көп. Қазір мен көксерекке толық тоқталатын болсам тағы 1 сағатымыз кетеді. Ары қарай жалғастырайық. Төлен Әбдіктің қонақтар әңгімесінде қалалықтарды таң қалдырып ән салған соншалықты зор, биік дауыстың иесі Аспандияр. Бізде Сапабек, ол қаладан келетін жігіт, Ерғабыл қарттың баласы, Жеңіс оның баласы. Ал ол жерде ән салатын Аспандияр. Аспандияр жайлы сұрақ бізде жылда ұбытыда келіп жүр. Ең бірінші сұрақ, Аспандиярдың мамандығы деген сұрақ өте жиі айтылады, естіген болсаңдар. Тракторшы, ол және ән салатын кім деп сұралды. Аспандияр. Кеттік ары қарай. Әкесінің есімі Дүйсенбі деген секілді ақпараттар Аспандияр жайлы айтыла береді. Нұрдәулет Ақыштың Нағыз әже қайда әңгімесінде қонақтан қайтқан кездегі Азатты мазалаған ой. Мен уәдемді орындап сөзімде тұрдым деп ойланды ма? Жоқ. Қандай ертек айтып берсем екен? Жоқ. Сәбилерге өтірікші болдым ау. Қыздарға нағыз әжені көрсеттім ау деген ойды ол ойлаған жоқ. Дұрыс жауабы қалай болады? Ол өзінің Жолдас деген досының үйіне барады. Жолдастың анасы елден келгенмен оны танысады. Ая мен Райханға көрсетеді. Бірақ Жолдастың анасы өзі күткендей әже болмайды. Сөйтіп қайтып келе жатқанда сәбилерге өтірікші болдым ау деп жабырқау көңіл күймен қайтатын еді. Майқы бидің нақыл сөзі: бай болсаң халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң жауыңа найзаң тисін деген бізде. Әйтеке бидің сөзі: ынта қойып тыңдамаса сөз жетім деген бізде жоқ. Спецификациямызда би екеу болса дау төртеу болады. Бізде Майқы бидің сөзі өркенім өстін десең кекшіл болма дегенде өзге билерден екен. Жақсы. Мынау Майқы бидің бізде оқушылар 9-шы сыныпта ғой енді Майқы би. 8 нақыл сөзі бар берілген. Би екеу болса дау төртеу болады, оның жанында көп. Ханның биі ақылды болса қара жерден кеме жүргізеді, 6 бала болса ауызда кетеді, төртеу түгел болса төбеде келеді. 2 ешкі сауын болмас, 2 жалқау ауыл болмас. Есік айтқан тура сөз шыңға тіккен тумен тең, есерік айтқан тура сөз суға құмға сіңген сумен тең деген секілді. Парақор биге ісің түспесін, сараң үйге кісің түспесін деген секілді нақыл сөздері жаттап баруды талап етеді ұбытыға. Себебі Майқы бидің нақыл сөзі деп кез келген нақыл сөзін сұрай салады. Немесе Шалгейіздің Битемірге айтқан ақылдары, немесе Махамбеттің нақыл сөздері, немесе Айтекенің, немесе Төле бидің, немесе Қазыбек бидің, немесе Сырымның әрқайсының нақыл сөздері осылай жаттауды, түсінуді, ұғуды, естен шығармауды талап етеді екен. Дулат Бабатайұлының ақтан баланың ер болып өсуіне үміттендірген шумақтары: жапанға біткен жапырақ жамылсаң тоңар мекенсің деген уайымдау, терсеніңе бал құйып өмірді сүрер мекенсің дегеніміз. Бұл да жібектен үзіп бау таққан үйге кірер мекенсің деген. Бұл да бадана көз 9 тор сауыт кер мекенсің деген дұрыс жауап болады. Енді мен осы жерді түсіндіріп өтейін. Біз Дулат Бабатайұлының Зар заман ақындары деген сабағын өткен кезде айтатынбыз. Бұл толғауды 3-ке бөліп қарастырамыз. Бірінші алаңдау, екінші үміт ету, үшінші жігер беру. Осы үміт ету деген жерде тағы да 3 нәрсеге үміттендіреді. Не нәрсеге? Бай болуға, отбасылы болуға және батыр болуға. Ал енді қарайық, керсеніңе бал құйып өмірді сүрер мекенсің дегеніміз, сен хандардың, билердің тамағы болған балды ішіп бай болар мекенсің деген үміттендіру. Ал жібектен ызып бау таққан үйге кірер мекенсің деген, отбасылы болар мекенсің деген үміттендіру. Ал бадана көз 9 тор сауыт кер мекенсің деген, ол ер болып өсуіне үміттендірген деп талдайтынбыз. Ер болуына, отбасылы болуына, бай болуына. Оны да біліп отыру керек. Мысалға, бұл ақтан жас толғауын өткен кезде осының бәрін түсіндіріп өткенбіз. Оны жазып, жаттап, есіне сақтап қалған оқушы қиналмай жауап бере алады. Кеттік ары қарай. 18-ші сұрақ. Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді аузымен орақ орған өңкей қыртың қалың елім қазағым өлеңінен алынған үзіндіде абай сынға алған кемшілік. Тәкс, өз сөзіңнен басқа сөзді ұқпайсың, аузымен орақ орған, яғни көп сөйлейтін өңкей қыртың. Бізде қазақта қырт деп көп сөйлейтін адамдарды айтады. Тек біреудің сөзіне құлақ қойып емес, іске емес, бос сөзге құмар болу, жақсы мен жаманды айырмау, өзінің ғана сөзін іске асыру дейді. Сонда оқушылар бұл жерде Д варианты мен В вариантын оқушылар қатар ойлап қалуы мүмкін. Өзінің ғана сөзін іске асыру деген бірінші шумақта айтылған ғой. Ұқпайсың өз сөзінен басқа сөзді. Бірақ оқушылар
ұқпайсың деп тұр ғой бұл жерде. Істемейсің өз сөзіңнен басқа сөз деп тұрған жоқ. Себебі іске асыру деген тұр. Д вариантында. Іске асыру деген. Жоқ, олай болмайды. Онда екінші шумаққа қарайық. Екінші тармаққа. Аузымен орақ орған өңкей, қыртың, яғни іске емес, бос сөзге құмар болу. Мінекей осы вариант бізде дұрыс болады екен. Аузымен орақ орған дегеніміз бізде оқушылар мынау қолмен орақ ору емес, ауызбен орақ орған, іспен емес, тек қана сөзге ғана елігетін, сөзді ғана бұлдайтын нашарлықты айтады. Жақсы, Шәкәрім Құдайбердіұлының Еңлік кебек поэмасындағы оқиға орын алған ру атаулары бізде тобықты мен матай. Еңлік кебекті білеміз, тобықты кебек, матай, еңлік. Бұл сабақты біз өткенбіз. Бейімбет Майлиннің Шығанның белгісі әңгімесінде Әбдірахманның дуанда бас тартқан қызметі ол тілмәш болудан және песір болудан бас тартады. Екеуінен бас тартады. Тілмәш болудан және болыс болудан, песір болудан. Одан кейін барып жамантік болысына барып мұғалім болады. Шатаспасам, алдыңғы нұсқа талдауда бұны талдап өттік. Ары қарай, Міржақып Дулатұлының бақытсыз жамал романда көтерген мәселе бізде әйел теңсіздігі. Кеше ғана өттік. Бір топпен, бұл бізде 22-ші сабақ курста бақытсыз жамал. Осы жерде айтылған тақырыптардың барлығы біздің ілімқазда өтіледі. Кәдімгі сөзбе-сөз. Мына сұрақтардың барлығы жауабы сабақтарда бар. Ілімқаздың оқушылары астына жазып кетсек болады. Мына сұрақтардың барлығы шынымен біздің сабақтарда айтылады деп ше, егер айтылатын болса. Жақсы. Жер мәселесі бізде көтерілмейді, бұл туындыда білімсіздік бұл туындыда көтерілмейді, ұжымдастыруда бұл туындыда көтерілмейді. Жамалдың бақытсыздығы не себепті болды? Әйел теңсіздігі себепті болды деген мәселе көтеріледі. Абай Құнанбайұлының 32-ші қара сөзінде ғылымға жетудің көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, бұзылатын шартының бірі ол уайымсыз салғырттық па, мінездің беріктігі ме, шын мейірлену ме, ақыл кеселі ме? Жақсы оқушылар, бұл жерде ақыл кеселі деген 4 дүние бар. Оның біріншісі уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік деп айтылатын ол басқа. Мінездің беріктігі оқушылар осы жерде дұрыс жауап болады. Шарттың бірі ол мінездің беріктігі бұзылады. Қалай бұзылады? 6-шы шарт бар. Абай Құнанбайұлының 32-ші қара сөзінде 6 шарт бар. Соның ішіндегі 6-шысы ол мінездің беріктігін сақтау. Мінез деген сауыт бар, соған бек һәм сақ бол. Егер де ойыншы күлкішілдікпен, көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, орынсыз сөзіне кез келген бір қызыққа шайқалып қала берсең, оның беріктігі бұзылады. Одан кейін сақтайтын жері болмағаннан кейін үйренген біліміңді, ғылымыңды қайда қоярсың деп осы 6-шы шартта айтылатын еді. Бұл оқушылар 24-ші жылда нағыз ұбытта келген, есімізде сақтайық. Ілияс Есенберлиннің Қаһар романында сипатталатын батыр. Бір әке бір шешеден туса да бітімі Кенесарыға мүлде ұқсамайды. Сұңғақ бойлы, екі иығына екі кісі мінгендей, құлаш жауырын тіп-тік келген адамға ілтипатпен қарайды деп сипатталатын бәріміз білетін кім еді? Кенесарының туған інісі Наурызбай батыр. Қаһар романын біз курста әдетте 58-ші сабақта өтеміз. Қаһар романында қыздардың барлығы енді осы жерде айтуға болатын шығар деп ойлаймын. Осы Наурызбайға ғашық болатын еді. Бәрі Наурызбай краш деп. Мен оларға әзіл айтатын едім. Наурызбай краш, я сендерге десем, я деп барлығы. Неге? Себебі осылай біз Наурызбайдың сипатын жаттайтын едік. Сонда олар ешқашан ұмытпайтын еді. Оның екі иығына екі кісі мінгендей, тіп-тік құлаш, сұлу келбетті және жайшылықта жайдары, ойыншы, бәрін көңілін көтеріп жүретін жомарт, ал жауға шыққанда қаһарынан жау сескенетін, оң қолында 4 жігіттің күші бар, асқан найзагер, бұл қарудың түрінен ешкімге дес бермейтін Наурызбай батыр жайлы сол туында біз не істейтін едік, сипаттап айтып өтетін едік. Жақсы. Шыңғыс Айтматтың алғашқы ұстазы романдағы академик Алтынай хатының қорытындысы тынымсыз оқу нәтижеге жетеді. Заманауи мектептен жаңашыл тұлға шығады. Дүйсен секілді адамдарды үлгі тұту керек. Мұғалім білімін жетілдіру өте маңызды. Тәйсі оқушылар, ол жерде мұғалім білімін жетілдірсін демейді. Хатта мұғалімдер қандай білімі бар, соны жеткізу жолында өте қандай болса екен, шынайы болса екен. Мынау Дүйсен секілді керемет, өзінің ісін жақсы көрген адам болса екен деген ой айтылады. Заманауи мектеп жайлы ол жерде айтылмайды. Тынымсыз оқу нәтижеге жеткізеді деген ой әрине бізде Алтынайдың оқиғасы соған келеді. Алайда туынды хаттың соңында не деп айтады? Дүйсен ақсақалмен жолығып сақалынан сүйсем екен. Не болмаса, осы мектептің атын Дүйсеннің мектебі деп қояйық, сіз соны қолдасаңыз екен. Немесе туындының хаттың соңында мен Дүйсен ақсақалға жолығып өзімнің бар осының барлығын айта алсам екен деген, оны құрмет тұту керек екен деген. Және анау құрметті ең бірінші сол кісі көру керек еді. Төрде сол кісі отыру керек еді. Мектептің ашылуын сол кісі жүргізу керек еді дейтін құрмет тұту жайлы ойлар осы хаттың соңында айтылады. Смағұл Елубайдың Жалған дүние романындағы едігенің зерттеп жүрген өзекті тақырыбы ол ашаршылық қой, бәріміз білеміз. Жалған дүние тақырыбын өткен оқушылар ашаршылық туралы едігенің жазатындығын біз ол жерде айтқанбыз, талдағанбыз, барлығымыз есімізде сақтағанбыз. Ал ары қарай бізде
контексттік сұрақтар келеді деген. Так, мынау бізде қандай контекст? Атау кере. Енді оқушылар, менен көп оқушы сұрайды, ағай, атау кере келе ма дейді. Атау кере келеді, бірақ осылай. Контекстік сұрақтарда. Түсінесіңдер ме? Жаратылыстану бағытының сұрақтары контекстік тапсырмаларда келу мүмкін. Мысалға, шашты әңгімесі, атау кере туындысы, оның жанында тағы да бірнеше туындылар бар. Олар осылай контекстте келу мүмкін. Контекстте келген жағдайда, бірақ контексттің ішінде жауаптары тұрады. Сол үшін уайымдамаңдар деймін. Мысалға, тамыздың тамылжыған шағында апта бойы ашық тұрған күн, қатын суы жағасында отырған жалғыз үйге ырыс болып кірді. Биыл бұрын соңды болып көрмеген шалғын шөпті ауласына үйіп алды. Айнаның бір өзі-ақ шөмелеп тастаған шөпті көкбестіге сүйретіп мал қораға тасыды. Бұл жұмыс таған үшін таңсық емес. Еріктелетіп салқын сырамен басын жазып алған соң, еңбек етпей ішіп жемейтін білген ол жанын сала кірісетін. Алғашқы күні мұндай жұмысқа көндікпегендіктен көңілі бұзылып қиқаңдап көріп еді, ерік сырадан татырмайтынын білді ме, амал жоқ, айтқанына көніп айдағанына жүретін болды. Ішімдікке салынып сандалып кеткені болмаса, тағамның денсаулығы сыр бере қоймаған, қара жұмысқа мықты көнбіс жігіт екен. Ас қазанын ашқылтым сумен қыздырып алып, табанынан таусылып күні бойы жұмыс істейтін. Оның қия баспайтын бұрыстығын көр ғана түзетер. Ара-тұра үйге бас сұға қалғанда Нұрке кемпір ақыл айтып басына ауыртқан соң олай қарай аттап баспайтын болды. Осы ішпей-ақ қойсаң қайтеді деген таған үшін әлемдегі ең ауыр үнде азапты сөзді тек айна ғана айтқан жоқ. Ауылдан келгеннен бергі аптадан астам уақыттың ішінде неге тамақ ішпейсіз деген жалғыз жарым тілдесуден басқа әңгіме болған емес. Туасы көп сөзділікті, суқан сүймейтін келіншек, жігіт ағасы жасқа келген шағында ақылына адасып, алжасып жүрген келімсекті жақтырмағаны расты. Жақтырмаған себебі тепсе темір үзетін азаматтың әбден настанып кеткен намыссыздығы, ішімдік үшін сонау өзі үшін арманға айналған етектен итше еріп келгені, басында үй, бауырында бала жоқ, қаңғырып кешкен бекер ғұмыры, қу өңешті қышқылдату үшін құл болып жүрген өксік өмір еді. Сан рет бетіне басып, жер-жебіріне жетіп ұрысқысы келді, айтып-айтпай не керек сөз төркінін ұғар кесіліктен айырылғанын сезгенді. Нұрке кемпірге балаларының арпалысып күш күрескен мазасыз тірлігі тіпті де ұнаған жоқ. Ұнамаған ашық айтуға жасқанды. Өзі де шаршап жүргенде жүйкесін жұқартпайын дегені шығар. Әйтпесе теріс қарап жатып, осыншалық бал мен мал жинап, қай бала шағасын асырай алмай жанталасады екен деп күбірлеген. Әсіресе келінін аяйды. Оның үстіне анау көкөннің сөмірейген ұлы қосылды. Екі жастың біріне келмей қор болған таған тағдырында уайымдап жүрегі сыздайды. Обал ғой, текті тұқымның азып тозып шілдің боғындай пышырап біткені ғой. Қайран көкен, әйелі аналық қандай еді, Мақажан шалшы, Алтайды аузына қаратқан ақын, жан баласына басын емеген кісінің сұлтаны еді. Тағы да не болып барамыз осы деп күрсіне күбірлеп жіберді. Жымжырт түннің ортасына дейін кірпік айқаспай, ары аунап, бері аунап, ұйықтай алмайтын әдет тапты. Әдетте оқушылар оқу сауаттылығында немесе осындай контексттік тапсырмаларда біздің беретін бір неміз бар, кеңесіміз бар. Ол бірінші сұрақты оқып ал, одан кейін барып текстті оқы деп айтатынбыз. Алайда мен бірінші қазір нұсқа талдау болғаннан кейін бірінші текстті оқыдым, енді сұрақты оқиық. Тағанның жырақта жүрген отырған үйге ерікке еріп келуінің себебі қандай еді? Жаңа оқыдық. Ол ішкілікке салынып кеткен кейіпкер, ішкілікке салынып кеткен, сол ішу үшін не істеді? Келді. Одан кейін ішу үшін деп айтты жаңа. Ары қарай айнаға ұнамаған тағамның жаман қасиеті, ол жаңа айттық, мына жерде тұр. Такс. Намыссыздығы дедік. Яғни осы жерде міне намыссыздығы, оған жақтырмаған дүниесі айнаға. Тағанның намыссыздығы, жігіт ағасы жасына келе тұрып. Нұрке кемпірдің жақтырмаған күңкілінің себебі баласының байлыққа құнығып мал мен бал жинауға кірісуі. Мына жерде айтылды, Нұрке кемпір осыншалық бал мен мал жинап, қай бала шағасын асырай алмай жанталасады екен деп. Не істейді? Жақтырмаған күңкілін айтады. Ары қарай, мәтін мазмұны бойынша ақпарат реттілігі. Ең бірінші бізде айнаның тағанға деген көзқарасы бірінші айтылмайды. Нұрке кемпірдің жүрегін сыздатқан өкініші бірінші айтылмайды. Өзен жағасына жалғыз үй бірінші айтылады. Нұркенің ақыл айтуынан қашқан таған екінші айтылады. Қарайтын болсақ, үшінші бірінші айтылады, төртінші екінші айтылады, бірінші үшінші айтылады, екінші төртінші айтылады. Яғни 3, 4, 1, 2 деген нұсқаны таңдауымыз керек. Мына жерде тұр екен. 3, 4, 1, 2. Кеттік ары қарай. Нұрке кемпірдің ой қорытындысын түйіндейтін нақыл. Қайырымдылық жасасаң қайырын өзің көресің. Берекін көктен тілеме, еткен еңбектен тіле. Жақсыдан жаман туар, адам айтса нанғысыз, жүрек алысқа, жігіт намысқа. Осы жерде, мына жерде айтты ғой Нұрке кемпір. Не деп айтты? Текті тұқымның азып тозып шілдің боғындай пышырап кеткені ғой. Қайран көкен. Әйелі аналық, көкен деміз тағанның несі? Әкесі. Жаңа ішіп кеткен адамның. Көкен әкесі оның. Әйелі аналық, яғни тағанның анасы қандай адамдар еді?
Мақажан шал, ол да Алтайды аузына қаратқан ақын еді ғой. Ал баласы таған не істеп жатыр? Ішімдікпен өзін жеңе алмай жатыр. Қалқаман Әбдіқадырдың Қажымұқан повесіндегі шығарма бөлімдерін тірек сөздермен сәйкестендіріңіз. Жаяу сүйреген шана бөлімінде бізде Қажымұқан атты өлтіріп алады, сөйтіп шананы өзі жаяу сүйреп келеді. Қар күреген бала бөлімінде ол 30 пұт тоң майды көтеріп не істейді? Салады шанаға. Ары қарай Дулат Исабековтің әпке драмасындағы іс-әрекеттерін кейіпкерлермен сәйкестендіретін болсақ, туғандардың болашақ үшін бәріне дайын болатын ол Қамажай әпке драмасын өткенбіз, барлығымыз білеміз. Ағасының Камилаға үйленуіне қарсы ол бізде Нәзила, яғни бізде оқушылар білесіңдер, Камилаға үйленетін кім еді? Тимур. Тимурдың екі одан кішкентай бауыры бар. Біреуі Ермек, біреуі Нәзила. Ал Ермек 5 жасар кішкентай ол кезде. Ол Камилаға үйленуіне қарсы бола алмайды. Ағасының Камилаға үйленуіне қарсы болатын ол Нәзила болады. Жақсы, әпке драмасы есімізде болса. Жүніс Сағиевтің Айдағы жасырынбақ әңгімесіндегі кейіпкерлердің сөзімен иесін сәйкестендіріңіз. Ойын бітті, мен жеңілдім, шыға бер дейтін ол Мерген. Одан да жердегі сияқты жасырынбақ ойнасақ қайтеді дейтін Сартай. Айдағы жасырынбақ туындысын біз өткен кезде былай деп айтатынбыз. Жасырынбақ ойнасақ қайтеді дейтін кейіпкер Сартай. Неге? Біз былай жаттап алушы едік. Енді ол солай, сюжет бойынша солай. Жасырынбақ дегенде С деген әріп бар, Сартай дегенде С деген әріп бар. Солай жаттайықшы деп жаттап алатынбыз. Шынымен де бұл өте жақсы көмектесетін. Осылай С деп жаттап алып, көрген кезде есімізге түсіп, дұрыс берілетін едік. Шахи Мардан Құсайыновтың Томирис драмасындағы кейіпкерлер мен оларға қатысты нұсқалар сәйкестендіріңіз дейді. Март бізде Кирдің кеңесшісі, Ардашир бізде Массақ көсемі. Шұғланың күйеуі бізде Спаргапис, Парсы патшасы ол Кирдің өзі. Кеттік. Роза Мұқанованың Мәңгілік бала бейне шығармасындағы Ләйланы еркелете атаған сөздер мен сол сөздердің иелерін сәйкестендіріңіз. Бұл былтырғы жылғы ұбт-да келген сұрақтар, оқушылар, нағыз ұбт-та. Осылай келді барлығы. Мынау есімізде, маған оқушыларымыз айтқан болатын. Қарғатайым деп кім айтқан еді ағай деп. Әжесі деген кезде, ой ағай бүгін содан шатыстым-ау деп оқушылардың айтқан кездері болған еді. Ләйлек бізде ол айтатын құмар, иә? Құмар деген кейіпкер, Ләйлектің сыныптасы бірге отырған бір партада, Ләйлек, ақ Ләйлек деген құстың аты. Ол сондай әппақ, нәзік, сүйкімді құс деп айтатын еді. Абай Құнанбайұлының Қалың елім қазағым қайран жұртым өлеңінде ақын сынға алған келеңсіз әрекеттер дейді да, оқушылар енді осы жерде сәл қиындық туындайды бізге. Маған осындай сұрақтар ұнамайтындығы рас, мен оны бірден айтайын. Себебі мына жерде талдау кішкене қиындау. Мен бірден мына жақты талдатсайын. Егер оқушылар осындай сұрақтар шықса, бұған қатты қиналып қалмай, өздеріңді жоғалтып алмай, келесі сұрақтарға талдауға әдем болып бара жатса жалғастыра беріңдер. Қайтадан қайтып келесіңдер. 37-ші сұрақ. Сайын Мұратбековтің Жусан есі хикаятында Тұржанның аян соққыға жығуының себебі, Жусан есін біз өтетінбіз 33-ші сабақта шатаспасам курста. Әлі де өтіп жатырмыз. Өтірік айтпайды аян, шөптің өртенуі, олар шөпті таптау емес, оқуға бармау емес, қарсылық таныту емес, тілін алмауы емес. Жалпы аяндар ол жерде ертек айтып отырғанда балалар темекі шегетін еді, сонда сол темекіден бізде шөп өртеніп кетіп, балалар секіріп түскенде аян секіріп түсіп, аяғы шығып кетіп, тайып кетіп, қашып үлгере алмайға, сонымен шолақ қол бригадир соғыстан қайтып келген қатыгез, қаныпезер, қан көріп бұзылып келдім деген Тұржан аянды жүгіріп келіп керзетіңмен теуіп, ары қарай қамшылап, көк ала қып сабап тастайтын еді. Сурет мазмұнына сай келетін шығарма немесе шығармалар. Ұшқания сәйкес келеді, әжесі мен баласы отыр. Ұшқанияда бізде айтатынбыз, қыз тумас әже, бауыржанға осылай ертегі айтады, тәрбие береді. Дабыл әңгімесі келмейді, бауыр әңгімесі келмейді, әже жоқ ол жақта. Дабыл әңгімесінде де әже жоқ, Тәмпішқарада әже бар, бірақ бұл туындыға толық келмейді, себебі әже былай баласын құшақтап ол жерде отырмайды. Қонақтар әңгімесінде әже бар, бірақ ол да келмейді, ол тәрбие бермейді ол жерде мүлде, ол тәрбие бергендігі жайлы айтылмайды. Дулат Исабеков әпке драмасында бұл жерге келмейді. Ары қарай. Саңғызбай Сарасайдың Тәмпішқара повесіндегі Иманбекке тән нұсқалар. Иманбек бәріміз білеміз, Тәмпішқара бізде 32-ші сабақта өтіледі. Балаларды шағыстырып төбелестіріп қояды. Өтірік ауырып, жұмысқа бармайды, бұл Ертай. Үнемі ойынан қызыл галстугын тастамайды, Шаншатай. Ертайдың киімдерін тығып тастап мазақ етеді. Иманбек сол кезде Шаншатай келіп қалып, онымен күресіп шығады. Балаларға үлгі болып үнемі бастап жүреді бұл Шаншатай. Суреті актер балаларына жарияланады, бұл Ертай. Жақсы, осы екі нұсқа болады. Ары қарай. Шахимардан Құсайыновтың Томирис драмасынан берілген үзіндіде көтерілген жалпы адамзаттық құндылықтар. Жусан, жер қайысқан қалыңсақ, біз көк аспанның астында көз жетпейтін далада еркін өскен елміз. Егер тамырымыз жұлынса, бізде қорап жоқ боламыз. Бізді құл қылып ұстау қиын, тұяқ астында тапталмайтын жұртпыз. Бұл жерде қарасаңдар, бізді құл қылып ұстау қиын,
көз жетпейтін далада еркін өскен елміз деп көбіне еркіндік туралы айтқан екен. Адамгершілік емес, парыз емес, еркіндік пен бостандық бізде синоним сөздер болғандықтан екеуі де жауап болады. Ар ождан және сүйіспеншілік жайлы емес. Енді мен мына сұраққа кішкене тоқталып өтуім керек. Қалың елім қазағым, қайран жұртым, ұстарас аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бір қан бір май боп енді көртің. Ұқпайсың өз сөзіңмен басқа сөзді аузымен орақ ұрған өңкей қыртың, өзімдікі дей алмай өз малыңды сапырылды байлығың баққан жылқың. Ары қарай кете береді осы жерде туынды. Енді қарайықшы, бұл жерде бізде қандай қасиеттер сыналады? Сенімсіздік па, саудагерлік па, алауыздық па, еріншектік пе, екіжүзділік пе? Енді қарайтын болсақ, мысалға екіжүзділік бізде қай туында бар? Сабырсыз, арсыз, еріншек, жоқ, болыс болдым мінекейде екіжүзділік көп айтылады. Ояз барда қылықты, ояз жоқта етпеймін деп екіжүзділік келеді. Немесе еріншек, сабырсыз, арсыз, еріншек деген еріншектік сол жерде айтылады. Алты бақан алауыз деп алауыздық та сол жерде айтылады. Саудагерлік бізде қалың елім, қазағым, қайран жұртында бір ауыз айтылады. Саудагер тыныштық сауда қыла алмай жүр деп. Немесе сенімсіздік, немесе берекесіздік. Қиын бұл жерде таңдау. Мына сұраққа мен өзім келіспеймін тест-центрге, шынымен. Бәрі синоним сөздер. Менің ойымша оқушылар да келіспейді деп ойлаймын бұндай сұрақтарға. Берекесіздікті алуға болады. Себебі қай жеріңнен қуат қылдық қырартылмас болған соң мінсе қырқын деген тармақтар бар бұл туында. Қай жерінен қуат қылдық қырартылмас болған соң мінсе қырқын дейді. Берекесіздік, сенімсіздік. Сенімсіздікті қалай аламыз? Бұл жерде жауап бола ала ма сенімсіздік? Алауыздық. Қиындау бізде таңдау. Таңдау қиындау. Жақсы. Мен қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Екіжүзділік бізде болыс болды мінекейде көбірек айтылады. Еріншектік, сабырсыз арсыз еріншекте, алауыздық тағы да сабырсыз арсыз еріншекте, саудагерлік, көңілім қайтты достан дұшпаннан, сенімсіздік мүлде Абайдың өлеңдерінде кездеспейтін секілді. Алауыздықты алайық, жаңа еске түсірген тармағымыз бойынша. Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді аузымен орақ ұрған өңкей қыртың. Еріншектікті алайық. Алауыздық, еріншектік, берекесіздікті алайық. Бірақ әрекеттер десеше, әрекеттер дегенге жалпы сұрақта әрекеттер деп тұр ғой. Екіжүзділік ол әрекет, еріншектік әрекет, алауыздық әрекет. Саудагерлік әрекет, бірақ бұл жерде жоқ. Сенімсіздік ол қатты әрекетке жатпайды, ол ішкі сезім. Берекесіздік ол халықты сипаттайды. Мына үшеуін алып көрейік. Дұрыс жауап болып қалар. Мен бірақ дәл осы сұраққа сенімсізбен. Шынымды айтайын, шындық қымбат барлығынан. Мен қанша әдебиеттен ең мықты деп айтпасақ та, қанша тәжірибелі мұғаліммін десем де, бізде де бұндай ойландыратын сұрақтар болады. Жақсы. Осы сұрақтан кейін мен аяқтаймын. Жалпы бір сұрақ ойландырды. Қалған сұрақтың барлығына қарап көру керек. Тестілеуді аяқтаймыз. Қандай нәтиже болады екен? Момент истины. Бұны мен де білмеймін қазір. Маған да аяқталу батырмасын қиын болып тұрған тұсы бар. Қате болса, біз мынау 3 жауапты берілдік. Есімізде болсын. Еріншектік, екіжүзділік, одан кейін еріншек, екіжүзділік осы. Алауыздық. Сол үшін біледік. Ал кеттік. Аяқтайық. Мәссаған. Біреу қате болған екен. Жаңағы сұрақ шатаспасақ. 36-шы сұрақ еді. 36-шы сұрақта жаңағы 3 қасиеттің біреуі қате болған болуы мүмкін.
жарайды, оны қайта қарап көреміз, жарай ма? Жалпы нұсқа талдау баршаға пайдалы болды деп ойлаймын, қызықты болды деп ойлаймын, түсінікті болды деп ойлаймын. Бәріміз комментке жазып кетейік. Мен комментарийді оқыған кезде үлкен шабыт алам өзіме. Оқушылар жақсы көріп жатқан кезде, оқушылар қолдап жатқан кезде, ағай давайте бәрін талдап тастайық, рахмет сізге деп жатқан кезде, алғысын айтып жатқан кезде үлкен шабыт аламын. Және мен өзіміздің оқушылардың осындай сұрақтардың барлығын талдап ұбыттан жоғары болғанын қалаймын. Сол себепті біз барынша командамен қарқынды жұмыс атқаруға тырысамыз. Оқушыларымыз да дәл солай барлығын қарқынды меңгеріп алғанын қалаймыз. Барлығын жазып жаттап, естен шығармайтындай сақтап алайық. Мен Ілімқаз оқушыларына сенемін. Біздің қолымыздан грантқа түсу, жоғары бал алу, Қазақстанның рекордын қою келеді. Аман саулықта жолыққанша, қош сау болыңдар. Барлығыңды жақсы көремін.